Армысыздар, менің YouTube арнамда кезекті шығарылым. Президентке үкімет утиль алымды едәуір азайтамыз деп есеп берді. Алайда осы салада жүрген мамандар үкімет тағы да түлкі бұланға салып кетуі мүмкін деп қауіптеніп отыр. Неге? Сондай-ақ президент автоөндірушілерді сынға алды. Жуырда үлкен тексеріс болатын сияқты. Осы және басқа да жаңалықтар туралы алдағы бірнеше минутта көріңіздер. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт қатысқан соңғы үкімет отырысында премьер-министр Алихан Смайылов утиль алымға қатысты былай деді. Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения. В соответствии с принципом служащего государства руководителями центральных и местных исполнительных органов будут проводиться регулярные встречи с населением и оперативное реагирование на поступающие запросы. Бұл осы мәселені көтеріп жүрген шағын топтың үлкен жеңісі сияқты. Дегенмен, осы саланы зерттеп жүрген тура осы утиль алымға қатысты майталман болған десек артық айтпағанымыз шығар. Нұрадин Садықов бұған тағы да күмәнмен қарап отыр. Тағы да шағын жеңіс деп айтуға болады, бірақ қуануға әлі ерте. Неге? Себебі утилизациялық алым автокөлікке қатысты айтарлықты деңгейде төмендейді деген бұл әлі нақты цифр емес. Яғни қанша пайызға төмендейді немесе қанша есеге төмендейді деген сұрақ бұл әлі көкейде қалып отыр. Сондықтан бұны менің білуімше индустрия және сауда министрлігі әлі толыққанды ставкаларды бермеген сыңайлы, немесе тапсырма берілген, бірақ әлі орындау үстінде. Сол себепті бізде нақты цифра жоқ. Және тағы бір айта кетерлігі, индустрия және сауда министрлігі, экология министрлігіне өздерінің жасаған ставкаларын әлі бермеген сыңайлы. Берсе біздің қолда болар еді. Бұл обсуждение жасалмаған, талқыланбаған дүние. Сондықтан индустрия және сауда министрлігі бізге қандай сюрприз дайындап отырғанын әзірге белгісіз. Значительный деген әжептәуір деген сөз. Бірақ ол 10% ба, 20% ба, 90% ба нақты сан жоқ. Ал үкіметтің президентке нақты санды айтпауы бұл осы тұрғыдағы тартыстың әлі тоқтамағандығын көрсетеді. Яғни утиль алымды тоқтатуға, жоюға тырысып жүрген топ пен утиль алымнан пайда тауып отырған топтың арасындағы тартыс әлде жалғасып жатыр. Оның жалғасуы қай жаққа да болса тиімді шешім қабылданып кетуі мүмкін деген сөз. Яғни мыналар жеңсе утиль алым біраз түседі, ал екінші жақ жеңсе сәл ғана түсуі мүмкін. Бұл тартыстың, соғыстың тоқтамағандығын көрсетіп отыр. Жалпы осы үкіметтің отырысы барысында президент утиль алымға қатысты айтты. Яғни бұрынғыдай оператор роптың кезіндегідей барлық жиналған ақша жеке компанияның еншісінде кетпейді, енді мемлекет қазынасына төленеді деді. Ал сондай-ақ шешімді қабылдау кезінде аса мұқият болу керек дегенді, екі жаққа да тиімді нәрсе табу керек деген, шешім табу керектігін меңзеді. По утильсбору мы приняли решение. Все средства будут поступать государству. Теперь необходимо определиться с размером ставок. Рабочая группа активно обсуждает данный вопрос. Утилизационный или регистрационный сбор – это не самоцель. Главное – повысить доступность автомобилей и сельхозтехники для потребителей. Біздегі автоөндірушілерді қолдауға қыруар қаржы жұмсалып отқаны белгілі. Ал егер утиль алымды толық алып тастайтын болса, біздің еліміздің азаматтары, қазақстандықтар шетелден көлік көптеп тасып кетеді. Яғни біздің автоөндірушілер әлемдік нарыққа шығып кетеді деген сөз. Ол әлемдік нарыққа шығып өздерінің көліктерін сатуға мүмкіндік алмайды. Олармен бәсекеге түседі. Ал біздікілер қазіргі өзіміздің ішкі нарықтағы бәсекеде өздерін қамти алмай отырған кезде ондай бәсекеге шыдас бермесі анық. Сондықтан президент бұл жерде автоөндірушілерді қолдауды тоқтатпаймыз, сондай-ақ шетелдің хламында Қазақстанға кіргізуге жол беруге болмайды дейді. Айтпақшы, біздегі қазіргі регламент бойынша 7 жылдан шыққаны 7 жылдан көліктің асып кетсе, ол көлікті Қазақстанға кіргізуге болмайды. Сонда 7 жылдан ескі көліктермен де біздің өндірушілеріміз бәсекеге түсе алмай тұрғаны ма деп бір ойлап қалдым. Большинство казахстанских автомобилей якобы приходит практически в готовом виде. Как говорится, остается лишь прикрутить колеса. Здесь видится значительная доля преувеличения. Причем цель такого преувеличения понятная. Во всяком случае, надо выяснить, насколько такие утверждения соответствуют реальности. После этого следует принять меры. Сразу отмечу, утильсбор будет пересмотрен, но нужно избегать крайностей. Нельзя выбрасывать на ветер деньги.
потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок для откровенного импортного автохлама. Утиль алым бойынша нақты шешім әзірге жоқ. Ал үкіметтің осыған дейін берген сөзі бойынша шешім ақпан айының соңына дейін қабылданады. Шамамен 20 күн шыдастақ нақты соңғы шешімді естуіміз мүмкін. Сәл шыдайық. Енді осы үкімет отырысында айтылған өзге де тақырыптарға тоқтала кетейін. Алғашқысы жеңілдетілген несие 4%-бен берілетін. Бұған дейін оператор роптың қоржынына жиналған ақша жеңілдетілген несиеге беріледі деген тақырып айтылған болатын. Енді Алихан Смайыловтың президентке берген есебі кезінде 100 миллиардтан астамы ғана осы бағытқа жұмсалады деді. Яғни жартысы ғана. Ал қалғаны қайда жұмсалатыны әзірге белгісіз. Енді бұл жерде екінші мәселе бар. Егер 100 миллиардтан астам ақша жеңілдетілген несиемен берілетін болса, қазақстандықтардың арасында көлік алуға деген сұраныс көбейеді. Ал біз білеміз, қазірдің өзінде біздің автосалондарда қазақстандық көліктер жетіспей жатыр. Сұраныс тіптен артып кетсе, біз өзіміздің қажетімізді өзіміз жаба аламыз ба? Әлде қазіргі 3-4 айлық кезек 1-2 жылға дейін созылып кете ме екен? Бұл да уақыттың еншісіндегі сұрақ. Ал біз Астана Моторс компаниясына хабарласып едік. Қазір өндірісті қайтадан қалпына келтіріп жатырмыз. Егер сұраныс болса, оны да реттейміз деді. Енді әр компания өзіне тиімді нәрсені айтып, жақсы жаңалықпен бөлісіп қалады ғой, белгісіз. Сондай-ақ Сарыарқа автопромда да қазір өндіріс бойынша бірнеше мәселелер бар. Ал шығыстағы зауытымыз мүлдем жабық тұр. Соңғы деректер бойынша Ресейде, Қазақстанда көлікті жинауды тоқтатамыз деген мәселелерді көтеріп жатыр. Сонда 4%-бен несиені 100 миллиардтан астам ақша берсе, ондай көлікке қандай көлік береміз ол ақшаға? Бұл да әзірге белгісіз болып отыр. Айтпақшы, көлігі газбен жүретіндер үшін жақсы жаңалық. Газдың бағасы биыл да, келесі жылы да қымбаттамайтын болды. Цены на сырой товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года. Бүгінге осы қандай да бір тақырып бойынша өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса комментқа қалдырыңыздар. Мен зерттеп сіздерге материал дайындап жазып беруге әзірмін, осы арнаға шығарамын. Коммент жазыңыздар, лайк басыңыздар, арнаға жазылыңыздар, амандықта жүздесейік.